Жоқ, мына мысалға мәселе, бұл күрделі мәселе да негізі. Саған мемлекет ақша беріп отыр ма? Сен сол мемлекетке футболшы дайындап беру керексің. Негізі. Сен олай сөйлеуге құқығың жоқ. Және біздің футболшыларды да мен түсінбеймін. Астананың ұлттық құрамаға шақырылатын 50% ойыншы Астана сапында ойнайды ғой. Және олар тырнақшаның ішінде ойнайды. Олар ойнамайды Астана сапында. Өткенде күліп отырдық қой, Марочкин жаңағы Быстровтар ойнап жатыр ұлттық құрамада. Ойнаңдар деп жатырмын да, енді бұдан кейін үйінде бірақ ойнайсыңдар. Астанада сен ойнамайсың. Астана сапында Шамко және Сейсен шықты ғой, екі қазақ. Быстров, Астанов бар, Марочкин бар, бәрі, Кеңесов бар, қосалық құрамда отыр. Осылар қосалық құрамда отырып, ертең үйінге шейін бір 15-20 минут уақыт ойнайды да, кубокта ойнайды ғой шамамен. Сосын ұлттық құрамаға қайтып шақыртып алады да, содан кейін жанкүйерлер ұлттық құрамадан нәтиже талап етеді. Қалай талап етесің, сол клубта ойнамайды ғой. Жоқ, мен сізбен демек бұл күрделі мәселе. Бұны енді шешу керек қой. Баян айтып жатыр ғой, енді мен Кәрімовті қалай шығарып, Джеффри Ченедода мықты болса дейді. Дұрыс, кәдімгі деп айтып отыр ғой атымен. Енді қарасай, сен мемлекет араласу керек дегенім, сен мемлекет ақша беріп жатыр ма? Демек өзіміздің балдар ойнау керек. Жоқ, ол заң шығып жатыр ғой. Футболшылармен сөйлессең, бұл айтады. Мысалы, Асхат Тағыберген айтады да, кезінде 23 жасқа дейін, 21 жасқа дейін футболшы құрамда болу керек деген заң еді. Мен сол лимиттің арқасында шыққам дейді. Асхат Тағыберген айтады. Ол лимит, сол заң болмағанда мен футболды қойып кетер ме едім деген сияқты. Сіздер де іліп кеттіңіздер ғой сол лимитті? Бізде сонымен іліндік, иә.